ЖК Музтауға кезекті заказымызды жасап болдық. Кірген уақытта прихожка, фасадтары МДФ пленка, астыңғы жағы ашық, мына жерде теплый пол бар. Аяқ киімдерді салып, кептіріп қойғанға ыңғайлы. Ал мына жақта бізде санузелдің сол жағында шампунь, химиялық заттар салғанға шкаф, оң жағында мойка, стиралка, бетінде искусственный камень. Мына жаққа жүріңіздер. Мына жақта бізде кухонный гарнитурымыз Г-образны шықты. Корпусы мен столешницасы бірдей түсте, дуб ватан деп аталады. Ал фасады 18-дік фасад қалың. Бұған осындай выборка рамка жасалды. Пленканың аты Джалетта деп аталады. Подсветкісімен, бұл істегенде өшет, бұл істегенде қосылады. Мына жаққа қарай жүріңіздер. Мына жақта бізде мастер спальныйда гардеробымыз бар. Гардеробымыз допоталка. Бұл жерде фасадтарсыз. Ең бірінші біз мебель қойдық. Мебельден кейін натяжной потолок тартылды. Мына жақта бізде детский. Детскийда 3 балаға 3 түрлі жаңағы полкалар мен тартпалармен жеке-жеке жасалды. Бұның тапсырыс беруші айтты, осылай жаса деп, осылай жасадық. Ал мына жағында штанга, куртка, басқа заттар салғанға ыңғайлы үлкен детский шкаф шықты. Құрметті достар, сіздерге уақытында жасалатын жиһаз керек болса хабарласыңыздар. Қазіргі уақытта 24 айға бөліп төлеу бар.